барлығында любовница болады. Кез келген әйел ол нәрседен өтеді дегенім, измена жасамайтын еркегін измена жасады деп оймен накручивать етіп алады. Телефонын аңдып, жұмыстан кешікпесе неге кешіктің деп, қайта звондап бір жерге қыдырып кетсе, сонымен басын қатырады да. Тілегеннің алдыңнан іздемей ақ табылар. Нені іздейсің, соны табасың. Басыңды немен қатырасың, сол келеді алдыңа. Осы любовница тақырыбы өте ауқымды, өйткені запрос өте сол жайында болып жатады қазір қоғамда. Мінезі қиын еркектер бар. Сенің условияңа, әйелдің айтқанына көне қалмайтын. Оларға уақыт керек. Оларды ұрыс керіспен жеңбейсің. Наоборот, суытып алады. Мен ұрыс керіспен қырғынмен жасаған әйелдерді көргем, аралар суып кеткен. Тек бала үшін ғана тұрып жатыр. Онда еркектерді тек қана мейірім, махаббатыңмен ғана. Телефонын алмаса, бір жерде жүрсе, бір жол жүріп кетсе, достармен қыдыруға кетіп бара жатыр ғой, осы кезде бірақ сөзді айт болды. Бірақ сөзбен ғана жеңесің. Қайда жүрсең аман есен кел. Үйге аман есен кел. Қайда жүрсең де аман есен жүр. Осы сөзді айтсаң, осы сөзді жазсаң болғаны. Уақыт өте келе, екеуіңе де осы сөз жақсы нәтиже береді. Отвечаю. Оның миына осы сөз егіледі ғой. Осымен жеңесін. Қырғынмен, ұрсыспен ешқашан проблема шешілмеген, шешілмейді де. Сен өзіңнің еркегіңнің алдында құнды боласың, когда сен айтасың: жаным, қайда жүрсең де аман есен жүр. Үйге аман есен кел. Болды.